Ассалаумағалейкум, құрметті Мұнара телеарнасының көрермендері. Біз дәл қазір адамзаттың ардақтысы, екі дүние сардары пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның туған айы Мәуліт айына орай ұйымдастырылып отырған рухани кештің көзайымы болуға келіп отырмыз. Биылғы Мәуліт кешінің ерекшелігі қаламыздың Дариға жастар театрының орындауындағы Құнанбайдың қажылығы атты спектаклінің премьерасы болғалы тұр. Кеш шымылдығы қойылыммен ашылып, сонау 19 ғасырдың соқпақ кезеңі шынайы сомдалып, халыққа ерекше әсер қалдырды. Шаруаға маған іске пыса Құнанбайым, әкесіне ілесіп, жұрт аузына ертеліпті. Бұған асығатқан соң балуан, атқа тақымы тегенсін батыр атанды. Қараңғы заманда туса да, әкесіне келген хаттарды салыстырып оқып, өз бетінше хат таныды. Жақсы өтті. Біріншіден сіздерді барлықтарыңызды Мәуліт мерекесімен құттықтаймын. Қойылым қойылды. Бәрі жақсы болды, өте жақсы, керемет. Енді айтып жеткізе алмаймын. Көрініске шақырып, барлықтарын көрсін. Өте жақсы қойылым. Я Алланың елшісі, я адамзаттың абзалы, өзіңнің үмбетіңнен біз. Қанша жыл соғыс пен зұлмат көріп, ақ сөмке сүйегін жинай алмай қалса да, қазақ деген үмбетің өзіңді бір сәтте ұмытқан емес. Өзіңнен бір сәтте бұрылған емес. Я Расулалла, я екі дүниенің сардары, қияметтің күнінде ақ тонның астынан табылуға Алла тағалам нәсіп еткей. Әумин. Сондай-ақ Мәуліт жыры оқылып, театрға жиналған барша халық Алла елшісі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға арнайы салауат айтып, жүрек лебіздерін арнады. Кеш соңында Абай облысының бас имамы Асқар Әбітайұлы Мәуліт мерекесін атап өту кеше ғана пайда болған дүние емес. Тарихқа көз жүгіртсек, бабаларымыздың Алла елшісі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өмірге келген айды дәстүрлі түрде атап өткендігін, арнайы түрде Мәуліт жырларының небір түрлерін, пайғамбарымызға арналған махаббатқа толы шығармаларын бізге мұра еткендігін атап өтті. Мәуліт жырын мұсылман халқы 10 ғасырдан аса жырлап өткізіп келе жатыр. Бұл Мәуліт жыры деген біздің қазақ фольклорында үлкен орын алған біздің үлкен бір жолымыз. Өкінішке орай Совет өкіметі кезінде діни жырау болғаннан кейін, діни жыр болғаннан кейін бұл кішкене шектелді. Ал негізі тарихқа көз салсақ, ең бірінші Мәуліт жырын жазған ол Қожа Ахмет Яссауи бабамыз еді. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың осы бір жырынан әсер алып, соған еліктеп, парсы ақындары, түркі ақындары, араб ақындары жер бетіне көп деген Мәуліт жырларын дүниеге алып келді. Қазақ болғаннан кейін ол Мәуліт жырын өзімізге ыңғайлап, киелі домбырамыздың үнін қосып, елге халыққа түсінікті болсын деп, қазақша жырын осылай бірнеше жылдан бері өткізіп келе жатырмыз. Асқар Әбітайұлы ерекше алғысын осы кештің көркін қыздырған қойылымның режиссері Еркебұлан Нұғыманов пен Дариға жастар театрына ерекше алғысын білдіріп, арнайы алғыс хат табыстады. Дариға театрына өздеріңіздің аттарыңыздан енді ниетімізді, алғысымызды қағазға түсіріп, естелік ретінде бір алғыс хат беруге рұқсат беріңіздер. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Сіздеріңізге береке берсін.
Дариға театрына қошемет көрсетіп қойыңыздар. Асқар Әбітайұлының тарапынан жасалған ұсыныс аз уақыттың ішінде осы Құнанбайдың қажылығы туралы тақырып қозғасаңыздар екен, соны сахналап берсе, толыққанды бір спектакль болса екен деп ниет қылғаннан кейін Дариға театрында жұмыла кірісті. Бұны енді қағазға түсіріп сценарийін жазған Қазақстан Республикасының Жазушылар одағының мүшесі Бауыржан Игілік бауырларыңыз. Режиссер өзім, менің есім Еркебұлан Нұғыманов, Абдрахманұлы. Енді жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Жалғыз өзіміз не бітіреміз. Сондықтан менің ұжымыма, Дариға жастар театрына алғымыз шексіз. Осындай құнды, мәні бар, үлкен бір тақырыптарды жиі қоюға, сахналауға Алла нәсіп етсін. Енді бағасын көрермен бере жатар. Менің ойымша барлығы сәтті өткендей болған сияқты. Мәуліт кешін көруге келген қала тұрғындары рухани шарадан жан тыныштығын тауып, ұйымдастырушылар мен театр ұжымына алғыстарын білдірді. Көріп жүрген әртістеріміз ғой, бірақ сондай ойнағанда мен өзім соның ішіне кіріп кеткен сияқты, солармен бірге әлгілер төбелескендегі біреуін алып былай лақтыр, біреуін былай лақтырғанда мен өзім де лақтырысқан сияқты болып, анау қарақшыларға қарсы сондай күш жігерді аналар жеңіп шықты екен деп ішіне кіріп кеткендей болып отырдым. Жалпы бүгін қойған қойылым жайлы айтатын болсақ, енді бұл Құнанбай бабамыз жайлы жазылған шығарма. Қазір енді қажылыққа бару жеңіл болып кетті ғой. Бұл кісінің сол бір көрсеткіміз келгені, қандай ауыртпашылықпен Меккеге барғанын сол жайлы бір әдемі қойылым болды.